Облыста жас жол инспекторларының слеті өтті. 19-шы рет ұйымдастырылған дәстүрлі шара оқушылардың жол қозғалысы ережелері бойынша білімдерін жетілдіріп, қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Жиынға қатысушылар бірнеше кезең бойынша бақ сынап, үздіктерді анықтады. Қатысушылар әсіресе велосипедпен арнайы тапсырмаларды орындау кезінде ерекше шеберлік танытып, қауіпсіздік талаптарына аса мән берді. Мұндай тәжірибе алаңы балалардың жолдағы жауапкершілігін арттырып қана қоймай, халықаралық деңгейде өз білімдері мен дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Я участница слета ЮИД 2024. Мен 2024 жыл Қырғызстанда өткен халықаралық жол инспекторлар жиынына қатыстым. Біз командалық есепте бірінші орында иелендік. Бұл біз үшін қызықты әрі таптырмас тәжірибе болды. Қауіпсіз дөңгелек бағдарламасы жол қозғалысы ережелерін меңгеріп, оларды үйренуге, жол көлік оқиғаларының азаюына және біздің қауіпсіздігімізді арттыруға мүмкіндік беруде.